Сәлем достар, яблочный пирог дайындайтын боламыз. Өте дәмді, сочный болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен алмалардың сыртын ашып дайындап аламыз. Пирогтың ортасына салуға 2 алма жеткілікті. Сол алмаларымыздың енді ортасындағы дәндерін барлығын алып тастап, өзімізге керекті пішінде турап аламыз. Орташа үлкендікте көбіктеп турап аламыз. Неге видеода көріп тұрғандарыңыздай. Одан соң бір ыдысқа салып, алмалар қарайып кетпеу үшін кішкене лимон шырынын қосып қойсаңыздар болады. Алмамызды бір шетке алып қойып, пирогымыздың тестасын дайындауға кірісеміз. 3 жұмыртқаны осылай жарып аламыз. Ағы мен сарысын ешқандай ажыратып бұлай жасамаймыз. Одан соң 1 шай қасық тұз саламыз. Қант салып, миксермен жақсылап көпіріп ағарғанша миксерлейміз. Жұмыртқамыз көпірді, енді оған сметана саламыз. Сметананы салып, тағы да миксерлейміз. Сметана жақсылап араласқаннан соң миксерді тоқтатып, үстінен сұйық майды құямыз. Сұйық майды да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. 1 шымшым ванилин саламыз. Содан соң ұнды өлшеп алып, керекті мөлшерде үстінен 1 шай қасық разрыхитель салып, араластырып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп, біздің пирогымыздың қамырына, яғни тестасына қосамыз. Ұнды да миксердің көмегімен араластыруымыз керек. Ұндар жан-жаққа шашырмау үшін бірінші осылай лопатканың көмегімен, содан соң миксердің көмегімен жақсылап қою сметана сияқты осылай болғанша миксерлейміз. Неге өздеріңіз көріп тұрғандай қою сметана тәрізді болды. Енді осының үстінен дайындап қойған алмамызды салып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, сұйық маймен барлық жеріне жағып аламыз. Егер біздің пирогымыздың ішіне, яғни тестасына сары май қосқанда, сары май мен жағып алу керек. Ал сұйық май қосқандықтан сұйық май жағамыз. Содан соң біздің дайын болған тестамызды формаға осылай орналастырып аламыз. Пирогтың бетіне гүл секілді алма қойып шығу үшін осылай ортасын тазалап алып, черкадан өткізсеңіздер болады. Осындай көзмен, немесе пышақпен жіңішке етіп турап алсаңыздар болады. Алмаларды бір-біріне кішкене тигізіп, дөңгелетіп, гүл секілді, яғни роза гүл секілді осылай қойып шығамыз. Неге барлығын осылай айналдырып, ортасына да өте әдемі шығады. Кескен алмаңыздың жартысын ғана салып, печкаға 180 градуста пісіріп аламыз. Өзіңіздің печкаңыздың ысылығына байланысты 40-30 минутта пісіп шығады. Неге мұздатып біздің қалыбымыздан алып жатырмыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және сочный болып шығады. Неге ортасы. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.